Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін жұма қабыл болсын. Кешегі айтқан әңгімемізде мынау құрбандық қошқар туралы айтуды ұмытып кетіппіз. Меніңше құрбандық қошқар туралы қатысты уақи Ибрагим пайғамбарға киіз үйдің ішінде түскен. Қойдан құрбан шалуды адамның баласының орнына киіз үйдің ішінде түскен. Сондықтан мына орыстардың агнец божий дейді құрбандық қошқарды, үнемі жаңа шаңырақтың белгісімен бірге. Өйткені орыстың крест дегеніміз біздің кресті деген сөз, яғни шаңырақ деген сөздің енді таза ауа кіреді, не болмаса аспаннан түскен 4 қара тас сол шаңырақтан кіргеніміз суретін көрсетті. Біздің аталарымыз жаңағы таңбалы тастарға соны айтып кеткен. Сондықтан сол шаңырақ арқылы уақи келген болса керек. Мүмкін дауыс келді ме екен енді. Сондықтан мына қойды орыстар баран дегеніміз бар аң деген сөз болса керек. Құдайдың аңы деген сөз, не болмаса бара. Бара деп аталды дедік қой анау Авестада. Бара үйі. Сол бара үйінің, яғни жер үйықтың аңы деген болса керек. Ал енді қой дегеніміз сөз, мысалы баранды қой дейміз, ол қой дегеніміз енді анау баласын бауыздағай жатқан кезде қой деген уақи түскен болса керек. Қой деп. Сол кезде көзіне қойды көрсеткен болса керек. Құрбандық қошқардың орнына, құрбандықтың орнына. Сондықтан баран атауында да, қой атауында да міне осы уақиға байланысты біз түсіндіріп отырмыз. Сондықтан кешенді айтуды ұмытып кетіппіз осы әңгімені. Енді сол жұма күні айтуға бұйырып тұрған болса керек, құрбандық қошқарды бүгін мен өзім құрбан шалып, мынау бір мықты емші, 30 жыл бойы қазақ емшілігімен жүрген бір ағамыз, Дәулетбай батырдың ұрпағы, сол жаңа құрбан шалып, сенің дертіңді аламыз деген еді. Мен біраз сырқаттанып жүрмін қазір. Ешқайда шыға алмаймын, бара алмаймын. Соны сандуғаш айтқан еді. Құрбан шалсын, жазылады қайрат деп. Міне сол құрбан шалайын деп отырмын. Сондықтан құрбандық жөнінде қазаққа мен түсіндіріп кетейін деп отырмын. Мына кетті дедік қой, жаңағы қамырлары ашымай қашып шыққан ғой сол жерден. Оның алдында уақи түседі. Құрбандық қошқарды сойыңдар, одан кейін сендер қойдың қанын босағаларыңа жағып қойыңдар дейді. Сонда Алланың қаһары түседі бұл жерге, анау жауды құрту керек қой. Аспаннан қар жауады, бұршақ жауады, тас жауады, 10 қаздық египетских дейді ол. Негізі Египет дегеніміз хакепті деген сөзді деп айттық қой. Хакепті дегеніміз осы жерді айтқаны. Сол кезде баяғы қай жерде қойдың қаны жағылып тұр, сол жерге зақым келмейді деп олар сөйтіп жағады да, кейін аман-есен сол жерден шығып кетеді. Олардың шыққан күні Библияда христиан дінінде Пасха күні дейді. Сондықтан міне Айзек Азимов Ветхий Заветті зерттеп айтқан кезде бұл Пасха сөзінің бастапқы нұсқасы пасех дейді. Босех, пасех. И кәдімгі орысша жазады, но значение этого слова неизвестно дейді. Ол біздің босаға деген сөз. Яғни босаға күні олар кеткен. Ал енді анау Америка тынық, жаңа Атлантида мұхиты ма ол жақта, анау Чилиге қарап тұр ғой, жаңа сол мұхиттағы арал, Пасха аралы деп. Олар Пасха босаға күні сонда келген екен. Оның өзінде де Алланың бір белгісі бар. Ол да 3 қиян болып тұр, көрдіңіздер ме? Міне, құрбандық қошқар дегеніміз әңгімесі осы болады. Енді 7 ел туралы айтайық. 41 құмалақ айтайық, Енді кейінгілер қойдың құмалағымен балашатын болған ғой, біздің аталарымыз. Қой қасиетті жануар саналады. Құрбандық қошқар. Ал енді кейінгілер жай айта салған ғой, жаңа бір молда кітап Құранды оқып отырып ұйықтап қалған дейді. Ұйықтап қалғанда қасындағы қойы Құранды кәрімді жеп қойған дейді. Жемір қой жаңағы.
Содан анау молла оянғаннан кейін енді құмалағын күткен, түскен құмалағын жинап, содан бал ашатын болған дейді. 41 құмалақ дегеніміз сол. Негізінде 41 құмалақ біз 41 құмалақ туралы да жаздық. Ол ғайып ерен 40 шілтен. Не болмаса 40-тың бірі Қыдыр дейді, Қыдыр ата және 40 қызға қатысты айтқан едік. Енді сол қырдың ығы деген сөз ғой, 40 дегеніміз. Енді 7 ел туралы айтайық. Кеше ұмытып кетіппіз, ана жидені жеді дедік қой, сондықтан еврейлерді жиде деп айтады, иә, жиды деп. Ол жиды сол 7-ге қатысты және жидеге қатысты. Ал енді жиде деп аталғаны бұл өсімдіктің сол 7 ел келіп жегеннен болса керек. Мифологияда қалған ғой. Сондықтан Блаватская өтті дұрыс айтқан. Библияны мифтермен салыстырып отыру керек, өйткені Библияның бұрмаланғаны белгілі, ол кісі оны білген. Көрдіңіздер ме? Сонда еврейлер жиды дегеніміз, жаңағы манна небесная дегенді жиде дегеніміз сол біздің еті деген сөзден болса керек. Ал енді неге қазақ үшін 7 саны қасиетті? 7 қырқа дейді, 7 шелпек дейді, 7 ата дейді, 7 құт дейді. Енді көп енді 7, иә? Неге қасиетті? Ол жерұйықтың сипаты. Біз соны зерттеп келіп, біз көкейімізге түскенде айтып отырмыз. Жерұйық 7 бөліктен тұрады. 7 компонентов деп орысша айтқанда, яғни 3 қиян, және Құран кәрімде айтқанда 2 бау-бақша. Ол құба мен алай, осыдан құбылай, құба алай, қибла, құбыла сөз пайда болған. Құба алай. 2 бау-бақша мен 5 болды ма? Жалғыз қақпасы кіретін. Оны да Аллах тағала өзі жасаған. Ол 6-шы. 7-ші сол теңіз, Құндыздың қара теңізі, қазір Мырза шөл болып тұр. Құрып кеткен. Яғни теңізі мен, жаңағы 3 қияны мен, 2 бақшасы мен, жалғыз қақпасы мен 7 болғандықтан біздің аталарымыз білген. Сондықтан 7 ел деп аталған болса керек ертеді. Ал еврейлер алды народ семи чисел дегенді семиті деп айтып жібереді. Көрдіңіздер ме? Ал бірақ Алтай Мағдай қара жырында жер тұмар деп, оның 3 бұрыш екенін қайдан білген? Ол әрине діннен, уақидан білген кезінде 3 бұрыш тұмар екен. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мына үндістер, Индия 7-ні сапта дейді, иә? Бізде хапта деген. Оның кейін апта болды, аптада 7 күн. 7 күн бар, иә, аптада. Сондықтан мына ефталит дегенді мен апта елі деген сөз деп айтқан едім. Яғни 7 ел деген сөз, ит дегеніміз жаңағы көптік жалғау, иә? Ефталитіміз хапталит, апталит, ефталит болып кеткен. Ал енді апта деген сөздің өзі аптау дегеннен, яғни сол 7 қырқаның атауынан болса керек. Тек қана қазақтар бұл жерде 7 қырқа деп атаған. Еврейлердің несінде, мифінде Кирка дейді, біраз бұрмаланған ғой. Кирка аралы дейді, Одиссей келеді, сұлу қыздар сонда жүреді, солармен 20 жыл жүріп қалады. Кирка дегеніміз сол 40 деген сөз. Көрдіңіздер ме? Міне 7 саны, 7 ел дегеніміз осыдан қалған. Бізде 7 ру болып ол сақталып қалды. Көрдіңіздер ме? Ал енді анау Павел Глобаның айтқанында арийлердің саны дейді ғой 7. Арийді біз ғой қазақ. Барлық арийлердің дәстүрін біз ғана қазақтар сақтап қалғанбыз. Осы 7 қырқамызбен, 7 шелпегімізбен бірге. Ал Павел Глоба айтқанда 7 қарақшы жұлдызынан арийлер жерге түсіп ғарыштық иман әкелді дейді. Сондықтан арийлер туралы орысша деректерде они были благородны даже в войне дейді. Қазақтың соғыста да тектілігін біз талай аңыз әпсаналардан білеміз, иә? Анау адай, Алтайдан ауған адай туралы менің жазғаным да бар, жаңағы баяндамам да бар. Сонда ана жаумен шайқасам деп ана бала көкедай өскен кезде, ана кемпір батасын бергенде, қандай жерде жүрсең де, қандай соғысқа кіріссең де, тектілігіңді ұмытпа дейді. Боранбай би мына ұйықтап жатқан қалмақты оятып алып жекпе-жекке шақырып өлтіреді екен.
ол тектіліктің белгісі, көрдіңіздер ме? Міне бір жағынан Павел Глобаның айтқаны дұрыс, ғарыштық иман әкелді деп, алайда қазақтың 7 санын қастерлеуі, қадірлеуі сол біздің 7 қырқаға қатысты айтылған. Енді ана қойға қатысты тағы айтып кетейік. Иә, бізде Ағнайман деген ру бар Найманда, Қаракерей табында. Жалпы Ағнайман Күшлік ханнан қалған ұрпақ болса керек, сол қырғыз жақтан алып келген дейді. Алтысар Ағнайман дейді. Міне Ағнайманның шын аты Ақбала болған. Оның қойған аты, яғни мына бақсыға барады да, мынаның атын қалай қоямыз дегенде, бұның атын Ақбала қойыңдар дейді. Негізі оның шын аты Құбан Саид болған. Құбан Сейіт деп қазақшылап айтылып кеткен. Құбан Саид деген сол тек қана Найман хандар әулетінің атауы. Құтлық Саид деген Күшлік ханнан, Қарақытай қатынынан ұл қалған, оның ұрпақтарын білеміз. Сол Құтлық Саидтың бір ұрпағы болса керек, Ағнайман Құбан Саид, Ақбала атанған, өте мықты көріпкел емші болған дейді. Сондықтан басқа елдің адамдарды емделуге келіп жүріп, оны Ағнайман деп атап кеткен дейді Ақбаланы. Міне осы Ағнайманнан қалған шаңырақпен қойларды аластайды екен. Аталарымыз Кенесарының заманына дейін солай болған екен. Яғни шаңырақ пен қойдың бір-біріне тікелей байланысы бар екен. Осы Ағнайманның тарихынан да көреміз. Және де атақты Қазығұмар деген бақсы болған. Мен ол кезде баламын. Сонда ана Қазығұмар бақсы Ағнайман Жансарыдан тарайтын, Сандуғаштың бабалары. Сандуғаш Ағнайманның Жансарысынан мықты көріпкел, мықты емші. Сонда жаңағы бір бала көтеріліп ауырады. Сонда ағының құтырығын басу үшін қара қойды мотоциклге салып алып Қазығұмар сол Ағнайманның тікелей ұрпағы қасиеті болған Омар болыстың мазарының басына барып, құрбан қошқарды сойып, ағының көтерілген құтырығын қайтарған екен Қазығұмар жарықтық. Бәйгесін, қобызын бәйгеге қосқан дейді. Мен сол біздің ауылда жатыр, түкпірде тауда, мен барған кезде үнемі сол кісінің басына барып Құран оқып жүремін. Қазығұмар деген қобызы болған, қасиетті қобызы болған, қазір Алматыда музейде тұр деп айтады. Міне шаңырақ пен қоймен бір-біріне тікелей қатысы бар екен. Ертегістік ертегісінен де, орыстардың жаңағы суреттерінен де міне Ағнайманға қатысты шежіре тарихынан да білеміз.